17 салт атты тәртіп сақшысы күнделікті саяжайлар аумағын күзетеді. Кавалериялық взвод облыста осыдан 11 жыл бұрын құрылған болатын. Қазір қылмыспен күресте өз өміршеңдігін көрсетіп отыр. Айталық, биыл саяжай маусымы басталғалы 7 қылмыстың беті ашылып, 90 әкімшілік хаттама толтырылған. Салт атты полиция бөлімшесінің басты мақсаты саяжай учаскелерінде және қоғамдық тәртіп сақтау. Негізгі шығатын маршруттар бізде көбіне Заречный поселок, және те Новопавловка, Барки, сосын тағы Мещанский. Жылқыларды күтіп баптайтында полицейлер күнделікті күзетке шықпас бұрын әр қызметкер өзіне бекітілген жануарды жуындырып тазалайды. Жылқыны киелі деп бекер айтпаған дейді мұндағылар. Сондықтан түйсігі мықты жануармен сөйлесу де жұмыс күнін бастамас бұрынғы әдеттің біріне айналған. 6 жыл болды жұмыс істеп жатқаным осында. Жұмыста қиыншылық ешқандай жоқ. Күнде сағат 3-те маршрутқа түсеміз. Кавалериялық взвод күзететін болғалы саяжайшылардың да ұйқысы тыныш. Ең бастысы ұрламайды, бәрі осында, тіпті қақпаны ашық қалдырыппын. Келсем, еш нәрсе ұрланбаған. Қазіргі таңда взвод 14 бағыт бойынша қызмет етеді. Кавалериялық жол патрульдік полициясы, күзет агенттіктері және басқа да бөлімшелермен қоян-қолтық жұмыс істейді. Былтыр взводқа тағы 9 жыл қалынды. Сондықтан саяжай иелерінің алаңдауына еш негіз жоқ көрінеді. Назерке Тұрсынова, Дарья Дмитриенко, Қуаныш Қазбеков, ақпарат.